Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз алмадан жасалатын пирог дайындаймыз. Пирогтың дәмін сөзбен жеткізу мүмкін емес, өйткені пирог өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, сізге де жасап көруге кеңес беремін. Алдымен алмамызды осылай кубиктеп турап аламыз. Орташа жылдамдықта қызып тұрған құрғақ табаға шекерімізді салып, осылай қуырып аламыз. Араласып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Міне осылай біздің шекеріміз қоңыр түсті болып, еру қажет. Толықтай ергенше араластырамыз. Толықтай шекеріміз ерген соң үстіне бөлме температурасына тұрған сары майымызды салып, осылай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Біркелкі болып араласқан соң, жаңағы турап алған алмаларымызды үстіне салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Шамамен 5 минуттай пісіреміз. Дәміне қарай корица салуға болады, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Корица ұнамаса, немесе аллергияңыз болса, салмауға болады. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін табамызға бір жұмыртқамызды жарып, үстіне шекерімізді салып, бір рет араластырып алып, одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне бір шай қасық разрыхлителімізді саламыз, одан соң ұнымызды салып, араластырып аламыз. Осылай қолдың көмегімен крошка жасаймыз. Алдын ала дайындап алған формаға қамырымыздың жартысынан көп бөлігін салып, қалғанын алып қоямыз. Осылай қолдың көмегімен басып шығамыз, немесе стаканның көмегімен де басып шығуға болады. Содан соң үстіне дайындаған салмамызды саламыз. Содан соң банаға алып қалған қыттай тестімізді үстіне сеуіп шығамыз. Видео сіздерге ұнап жатса, егер де қызықты болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Және де каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Осымен пирогымызды қызып тұрған пеште 190 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Пирог өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!